Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермені. Назарларыңызда футбол туралы YouTube каналы. Каналға көптен шыға алмай қалғанымыз үшін кешірім сұраймыз. Сонымен жаңа 2024 жылдың 1 айы қаңтардың да соңына жақындап қалдық. Ел чемпионатында маусым аралық үзіліс. Өткен маусым туралы айтатын болсақ, онда Шымкенттік Ордабасы тарихында тұңғыш рет чемпион атанды. Мәреге екінші болып елордалық Астана командасы келген болатын. Ал Ақтөбе командасы 3-ші орынды місе тұтқан. Сөйтіп Ордабасы келер жаңа маусымда УЕФА-ның Чемпиондар лигасында өнер көрсететін болса, Астана мен Ақтөбе командалары конференциялар лигасында ойнайтын болды. Ал Алматылық Қайрат чемпионатты 4-ші орынмен аяқтады. Және олар жаңа маусымда Еурокубок ойындарына қатыса алмайды. Себебі чемпионатта 8-ші орынмен аяқтаған Қостанайлық Тобыл Қазақстан кубогының финалында чемпион команда Ордабасыны тізе бүктіріп, ел кубогының иегері атанған болатын. Сөйтіп Қостанайлықтар келесі маусымда УЕФА-ның Еуропа лигасына қатысатын мүмкіндік алды. 2024 жылғы чемпионат сұрмергені болып, 17 голымен Қайраттың бразилиялық шабуылшысы Жоао Пауло атанды. Ал екінші келген Ордабасы капитаны Асқат берген 11 гол салған еді. Өткен маусым қорытындысы бойынша төменгі лигаға көкшетаулық Оқжетпес, ақтаулық Каспий және павлодарлық Ақсу командалары кетсе, ол жақтан семейлік Елімай, түркістандық Тұран және астаналық Жеңіс командалары еліміздің жоғарғы лигасына жолдама алды. Қазақстан чемпионатының 2024 жылғы маусымы наурыз айының 1 және 2 күндері басталады. Бірінші турдағы көзімізге ерекше түскен матч бұл Астана мен Жеңіс командаларының арасындағы астаналық дерби болатын. Бірақ бұл екі команда жанкүйерлерінің өкінішіне қарай аталған матч Астанада емес Алматыда өтеді. Өйткені елордадағы Астана Арена стадионы жөндеу жұмыстарына байланысты жабық. Ал одан басқа елордамызда стадион табылмаған. Жаңа маусымнан бастап енгізілетін негізгі өзгеріс бұл алаңда ойнайтын легионерлер санына шектеу қойылмайтынында. Мысалы, осыған дейінгі ереже бойынша алаңдағы легионерлердің саны 7-ден артық болмау керек болса, енді ондай шектеу болмайды. Бірақ футбол клубының тапсырысындағы, яғни заявкадағы қазақстандық футболшылардың саны 13-тен кем болмауы тиіс. Бұл туралы Қазақстан футбол федерациясының президенті Барменкулов мырза арнайы бейне үндеу жасап хабарлаған болатын. Келе жатқан маусым ерекшеліктерінің тағы бірі бұл чемпионат алдында өтетін суперкубок үшін болатын матчтың шетелде өтетіні. Дәлірек айтсақ, ол Түркия елінің Анталия қаласында 25 ақпан күні өтеді. Еліміздің суперкубогының иегері атану үшін чемпион команда Шымкенттік Ордабасы мен еліміздің кубогын жеңіп алған Қостанайлық Тобыл командалары кездеседі. Осыған дейін Қазақстанда суперкубок үшін 16 матч өткен екен. Және олар Астана, Алматы, Қостанай және Түркістан қалаларында өткізілген болатын. Тағы да құлақ қағыс қылып айта кетейік, көпшілігіміз оны күтіп те жүрген шығармыз. Мен наурыз айында өтетін Ұлттар лигасының ойындары туралы айтқым келіп отыр. Онда Қазақстан құрама командасы да С лигасында өнер көрсетіп келеді. Біздің жігіттер 21 наурызда Грекия елінде жергілікті құрама командамен бір ойыннан тұратын матч өткізеді. Жеңген команда қатар өтетін Грузия-Люксембург жұбының жеңімпазымен 26 наурызда кездесіп, жазда Германия елінде болатын Еуропа чемпионатының финалдық кезеңіне арналған бір жолдаманы сарапқа салады. Әрине біз футболшыларымызға сенеміз, соңына дейін жанкүйерлік танытамыз. Футболшыларымыз да қарап қалмас. Осымен бүгінгі шағын видеомыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылып қойыңыздар. Алда тағы да футбол туралы видеоларымызды шығарып отырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.